Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы инені таңдау шарты. Инені таңдау кезінде мына шарттарды ескеру қажет. Бірінші, матаның түрі. Жұқа маталарға, яғни шифон, органза, жібек маталарына номері 60-70 жіңішке инелер қолданылады. Орташа тығыз маталарға мақта вискоза, яғни номері 80-90 ине пайдаланылады. Қалың маталарға джинсы, пальто матасына номері 100-110 ине пайдаланылады. Трикотаж және эластик маталарға балпойнт немесе стрейч инелері қажет. Матаны шаншымай тігеді. Екінші, тігін машинасының түрі. Әр иненің өз стандарты болады. Үйлесімділігін тексеру керек. Мысалы, тұрмыстық машинаға арналған ине 130-705 H маркалы болып келеді. Үшінші, жіпті ескеру. Яғни, жіп пен ине бір-біріне сәйкес болуы керек. Жуан жіпке жуан ине, жұқа жіпке жұқа ине қолданылады. Төртінші, иненің ұшы, яғни формасы дөңгелек ұшты ине, ол трикотаж үшін қолданылады. Ал ұшты ине тығыз маталарға қолданылады. Қос инелер сәндік тігістер үшін қолданылады. Бесінші, ине жағдайы. Тігіс дұрыс болмаса, жіпті үзсе, матаны тіліп кетсе, инені дереу ауыстыру қажет. Таңдауды мата мен жұмыс мақсатына қарай реттеген жөн. Осымен біздің инені таңдау шартымыз осымен аяқталды. Жалпы осы менің қолданған ақпараттарымды өз дәптерлеріңізге барлығын жазып алуды ұсынамын. Сіздерге тапсырма, осыларды жазып алып, маған тапсырасыздар. Осымен бүгінге болды. Сау болыңыздар.